Құрметті партияластар, бүгін міне арнайы кездесу өтіп жатыр. Назархан Уалиев Жасыл ел қоғамдық бірлестігіндегі Байтақ Жасылдар партиясының бастауыш партия ұйымының төрағасы Назархан Уалиевпен кездесіп отырмыз. Негізгі тақырып, өздеріңіз білесіздер, Шығыс Қазақстан облысында, Күршім ауданында, Маралды ауылында үлкен жаңағы алтын шығаратын завод салыну проектісі қозғалып отқанын білесіздер. Ол жерден халқы оған қарсы, ол жердің ауыл жұрты қарсы, өйткені ол жердің бәрі таудан, жаңа жотадан тұратын сондай бір керемет табиғат әдемі жер. Ол жердің бәрі жер асты сулары көп. Егер ол заводты салып, жаңа заводты қиын жолмен өндіретін болса, оған арнайы құйылған жаңағы химикаттар жер асты суына араласып, жер асты суын бұзады деген қаупін халық сол жердегі жұрт жеткізіп, заводтың салынуына қарсы болып жатыр. Осы жақында сол заводты саламыз деген инвесторлар қоғамдық тыңдау өткізбекші болды. Соған арнайы біз Жасыл ел қоғамдық бірлестігіндегі бастауыш партия ұйымының төрағасы Назархан Уалиевті арнайы жібердік. Қазір сол қандай жағдай болды, не болды, осының бәрін толық түрде бізге жеткізеді. Қалай болсын, естуші мемлекет саяси реформасы енгізіліп жатқан бәріміз білеміз. Әділетті Қазақстан ең басы қандай бизнес болсын, қандай өндіріс болсын, ол сол жердегі жұрттың қоршаған ортасына, денсаулығына зиян келтірмеу керек. Сондықтан біздің де позициямыз, партиямыз, маралдықтарды біз қолдаймыз, осы бағытта бірге жұмыс істейміз. Құрметті Байтақ партиясының мүшелері, құрметті маралдылықтар, Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылының тұрғындары. Мен Жасыл ел мүшесі ретінде қоғамдық бірлестіктің бастауыш партия Байтақ партиясының төрағасы ретінде Байтақ партиясының тапсырмасымен 26 қаңтарда Маралды ауылында қоғамдық тыңдауға барып қатыстым. Сол қоғамдық тыңдауда халықтың инвесторларға, жаңағы Бысан Продакшнның өкілдеріне қойған талаптары өте орынды болған. Қойылған талаптары ол біріншіден жаңағы қоғамдық тыңдаудағы жобаның барлығы қазақ тілінде болсын деп талап қойылған. Сол қоғамдық тыңдаудың жобасын, жаңа заводтың жобасын қазақ тіліне аударып порталға қойсын деген. Бірақ та ол порталға ол қойылмады, және оған ешқандай пікір де жазылмады. Халықтың наразылығы бірінші сол болды. Екінші талап, халықтың қолында су министрінің хаты болды. Ол хатта олар жаңағы завод салып жатқан жерде жер асты сулары қойнауы бар екенін мойындады. Және де ол жерге міндетті түрде жұмыс бабымен комиссия жіберілетінін айтылды. Халықтың қойған талабы, ол комиссия келіп өзінің тұжырымының нәтижесін бергенше қоғамдық тыңдауды шегертуді сұрады. Және де тағы бір қойылған талаптың бірі, ол нақты инвесторлардың өзі қожайындары келіп, жаңағы кореец азаматы, және де тағы да айтылған азаматтар, учредителде бар азаматтар келіп, халықтың алдына келіп, халықпен бірге кездесуін талап етті. Ол қойылған талаптардың бәрі орынды. Мен өз көз қарасым, ана жерде болған жағдайды өз көзімен көргеннен кейін айтып тұрып, қоғамдық тыңдау өткен жоқ. Мұндай қоғамдық тыңдау бүйтіп өтті деп саналмау керек. Өйткені ешқандай регламент ол жерде сақталмады. Халықтың наразылығы өте қатты болды. Ана жерде құқық қорғау органдарының бәрінің азаматтары жүрді, құқық қорғау органдарының адамдары жүрді. Бәрі өз көздерімен көрді халықтың наразылығын. Оған ұйымдастырушы болып отырған ауданның әкімі, және де облыстың әкімінің бірінші орынбасары Сақтағанов мырза өздері көрді халықтың наразылығын. Сондықтан мұндай қоғамдық тыңдау өтті деп саналмайды, қандай заңдық болса да. Сондықтан менің айтарым,
ана тұрғылықты жергілікті халықтың келісімісінсіз, жергілікті халықпен ортақ тіл таппайынша ол жерге ешқандай завод салынбау керек. Мен өзім Байтақ партиясының мүшесі ретінде маралдықтардың артында Байтақ партиясы бар. Арттарыңызда қолдау өте мықты. Қандай да жоба болмасын, қандай да завод болмасын, сіздердің келісімінсіз ешқандай ол жерге завод салынбайды. Назархан мырза ойын ашып айтты, қандай жағдай болғанын. Ол жердегі халық, жұрт, жаңағы қоғамдық тыңдаудың регламенттері сақталмағандығы, жаңағы көп мәселелерді дұрыс көтермегенде, халықтың дауысы естілмегендігін айтып отыр. Ол қоғамдық тыңдау бұл айтқан кезде болды деп есептемеу керек. Оған мен келісеміз. Сонымен қатар Байтақ Жасылдар партиясы ол қоршаған ортаны қорғайды ең бірінші. Адам денсаулығы. Біз Маралдыда болдық, Маралдың халқымен кездестік. Енді ол жердің табиғаты енді керемет енді. Ондай табиғат енді бізге Құдайдың сыйлығы ғой, ондай табиғатта. Сондықтан сол Маралды халқы сол табиғатты қорғаймыз деп шыр-шыр етіп, күндіз-түні жүгіріп, сол жерден шыққан азаматтар Қазақстан жан-жағынан бар күшін салып жатыр. Бұл мәселе расымен де дұрыс шешілу керек. Егер су министрлігі жер асты сулары бар деген құжат беріп тұрса, сол Маралды жанындағы Маралдың завод салатын жерін, ондай заводқа рұқсат болмау керек. Құрметті партияластар, маралдықтарды қолдайық, барынша күшімізбен қолдау көрсетейік, президентке жеткізейік бұл мәселені. Аман есен болыңыздар.